Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге балалар дәрігері, педиатр, инфекционист Абылай Қалдарбекұлымен кеңірек танысу, ақпарат беру мақсатында сұхбат алғалы отырмыз. Абылай мырза, алғашқы сұрағым, өзіңіз қай жердің тумасы боласыз? Туған жеріңіз туралы кішкене ақпарат беріп өтсеңіз. Қайырлы күн, құрметті оқырман, құрметті Мадияр Арманұлы. Құрмет көрсетіп жатқаныңызға біріншіден рахмет. Мен Абылай Қалдарбек, 1994 жылы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Түркістан қаласының тумасымын. Балалық шағым, мектеп жасым барлығы сол қалада өтті. Және жоғарғы оқу орнына, медицина саласына, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне оқуға түстім. Бакалаврды, интернатураны жалпы 7 жыл мен сол оқу орнында тамамдап, ары қарай бізде 2 жылдық резидентура бар мамандық бойынша. Инфекциялық аурулар мамандығы бойынша 2 жыл оңтүстік Қазақстан облысы, оңтүстік Қазақстан медицина академиясында білім алдым. Және инфекциялық ауруларды тәмамдағаннан кейін 2 жыл көлемінде тағы резидентура педиатрия мамандығы бойынша оңтүстік Қазақстан медицина академиясында оқып бітірдім. Алғашқы жұмыс орныңыз қай жерде болды және қазір қайда жұмыс жасап жатырсыз? Алғашқы жұмыс орным менің қалалық инфекциялық аурулар ауруханасында болды. Ол Шымкент қаласында, городская инфекционная больница дейді. Сол жерде резидент инфекционист, одан кейін дәрігер инфекционист болып 2 жыл көлемінде қызмет атқардым. Одан кейін карьераға байланысты, жалпы жұмыс барысына байланысты басқа мекемелерге ауысып, қазір тоже педиатр инфекционист мамандығын меңгеріп қызмет атқарып отырмын. Жалпы алғанда еңбек өтіліңіз 5-6 жылдың көлемі болып қалды, иә? Қазіргі уақытта 5-ші жылға кетіп жатыр. Жалпы менің практика жүзінде дәрігер болып жүргеніме. Қазір облыстық балалар ауруханасында инфекция бөлімінің меңгерушісі, дәрігер педиатр инфекционист мамандығы қызметі, сол салада жұмыс атқарып жатырмыз. Абылай мырза, осы мамандықты, яғни дәрігер болуды өзіңіз шын жүректен қалап, балалық кезіңізден арманыңыз болып осы мамандықты таңдадыңыз ба? Жалпы медицина саласы негізі оңайлықпен таңдай салатын мамандық емес қой. Бұл өте жауапкершілікті талап ететін, көп ізденісті, көп оқуды талап ететін мамандық болғандықтан мен негізі басында бір жүрегіммен қалап бала кезден армандаған еш нәрсем жоқ. Бірақ 3-ші курсқа жеткен кезде біз, яғни 2 жылды артқа қалдырып, 3-ші курсқа бастаған кезде бізде клиникалық жаңа практикаға жіберді. Түрлі клиникаларға, ауруханаларға. Сол сәтте менің ішімдегі өзгеріске алып келген нәрсе, сол ауруханалардағы дәрігерлер, олардың статустары, пациенттердің дәрігерге деген ынтасы, ықыласы, пейілі және сый құрметі менің жалпы медицинаға деген көзқарасымды өзгерткен болатын. Яғни мен сол 3-ші курстан бастап, қазіргі уақытқа дейін, бұдан кейінгі уақытта да деп үміттенем, осы мамандықты шын жүректен қалап, шын ынта шынтаммен халыққа аяғына дейін қызмет атқарам деген ойдамын. Алғашқы жұмыс жылдарыңызда, жұмыс кезінде қорқыныш, әрине, адамды емдеу оңай емес. Қорқыныш болады, сол бір балаларды емдеу кезінде бір қызықты оқиғалар, ата-аналармен болсын, балалармен болсын, бір болған қызықты оқиға болса, айтып берсеңіз, есіңізде болса. Жалпы негізі жоғарғы оқу орнын бітіріп келген кез келген жас дәрігердің бойындағы бірінші үрей, бірінші қорқыныш, пациентпен немесе біз секілді педиатр болатын болса, кішкентай балалардың ата-анасымен қарым-қатынас құруда қорқыныш болады. Ол нәрсе менің де басымнан өтті, менде де болды. Бізде жалпы медицина тілінде айтқанда эмпатия дейміз. Дәрігермен ата-ананың, пациенттің қарым-қатынасы, сенім деңгейінде қарым-қатынас жасау, бұл көп дәрігерге беріле бермеген нәрсе. Соған талпынады кез келген жас маман, студент бітіріп келген. Бір қызығы, мен жаңағы городская инфекционная больница дедім, сол жақта жұмыс жасап жүрген кезде де менде бірінші кезекте жас маман болғандықтан түрлі сұрақтарға келген кезде кейбір тұстарда бір жауап бере алмай, немесе сөзіңді, ойыңды толығымен жеткізе алмай абдырып қалатын кездер болатын. Сол кездермен мен қазіргі уақытта да ұялам. Тіпті енді өтіп кеткен екен, қазір біраз енді ол кезден салыстырмалы түрде қазір жетілдік.
бірақ мен бір өзіме ұстанымым, кез келген жауап бере алмаған сұрағыма немесе бетке жауап берген сұрағыма артынан дәрігерлер бөлмесінде немесе үйде мүмкіндігінше ізденіп келесіде сондай қателіктерді, сондай осал тұстарды көрсетпеуге тырысатынмын. Өйткені жалпы пациенттің көзінше де, оның туыстарының, ата анасының көзінше де бірінші кезекте сенің толық ойыңды жеткізуің, ол кісілерге түсіндіруің, аурудың барысын, не болып жатқанын түсіндіру, ол бірінші кезекте. Менің жалпы болған бұл қызық оқиға деп айтамыз ба, әлде кем осал тұсым деп айтамыз ба, бірақ маған ең өзім ұнатпаған, өзіме ұнамаған бойымдағы нәрсе бастапқы жұмыс жылдары осы нәрсе. Енді жас та болса бас болып облыстық балалар ауруханасының бөлім меңгерушісі болып қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр екенсіз. Және де сізді көпшілік қауым TikTok әлеуметтік желісі арқылы, сондағы сіздің қызықты ақпараттар беру мақсатында түсірілген видеоларыңыз арқылы көптеген оқырмандар таниды. Жалпы TikTokқа деген халық арасында екі түрлі оң және теріс көзқарас бар. Соны сіз қалай оңтайлы пайдаланып, мынау аналармен, кішкентай балалардың ата аналарымен алтын көпір етіп осы TikTokты пайдаланғаныңыз туралы кішкене айтып өтсеңіз. Негізі, екі түрлі ой бар. Соның теріс пікірдегі адамдардың бірі басында мен тұғым. Өйткені бізге жалпы TikToктың келгеніне көп болған жоқ, 2 жылдың көлемі ғой, грубо айтқанда 2 жыл. Және бізге жалпы біздің сана сезімімізде, ойымызда TikTok бұл қысқа, беткей, жеңіл, әзіл, күлкі, би форматында ғана видеороликтер салатын платформа ретінде біз қабылдадық. Өйткені бұл шетелде көбінесе сол форматта дамып кеткен. Бірақ қазіргі уақытта жаңа айтып жатсыз, алтын көпір деп жатсыз. Менің TikTokта түрлі оң пікірлерді, аналардың айтқан ыстық ықыластарын, комментарийлерін көрген кезде менің бағытым, жалпы менің жасап жатқан нәрсем дұрыс бағытта деп өзіме бір қамшылап алатын сәтім бар. Және де TikTokта жалпы медицина саласы, тек медицина емес, кез келген пайдалы ақпарат саласы енді дамып келе жатыр да. Осы орайда өз ойыңды, пікіріңді, жалпы аналарға деген пайдаңды тигізу TikTok арқылы оңай. Сол себепті мен TikTokты таңдадым. Негізі оған дейін Instagramда да бармын. 3 жыл көлемінде 2020 жылдан бастап Instagram парақшасын жүргізіп жатыр екенмін. Ал TikTokқа жалпы мен көп болған жоқ, бірақ сұраныс, жалпы адамдардың қабылдауы дұрыс жағынан болып жатыр қазір. Енді дәрігерлік жұмыс оңай емес. Күйбең тіршіліктің арасында түнгі кезекшіліктер болады. Соның арасында уақыт тауып осы әлеуметтік желілерді де пайдаланып халыққа өзіңіздің көмегіңізді тигізіп жатқаныңызға біз шын жүректен қуаныштымыз. Және де осы орайда айтатын нәрсе, TikTok, Instagram әлеуметтік желісінен бөлек YouTube арнаңызды ашып, қазіргі таңда құрметті көрермендер, Абылай Қалдарбекұлы өзінің жеке YouTube арнасын ашып жатыр. Алдағы уақытта осы YouTube арнада сізде қандай контент болады, қандай жоспар болады, оның TikToктағы сіздің салып жүрген ақпараттарыңыздан қандай айырмашылығы болады деген секілді айтып өтсеңіз. Жалпы менің TikTok'ымда, Instagram'да медицина саласын қамтиды, білесіз. Және де YouTube'тағы каналда осы форматта болады. Яғни үй жағдайында балаға қандай көмек көрсету керек, не жасау керек, не жасауға болады, болмайды, қай уақытта дәрігердің көмегіне міндетті түрде жүгіну керек деген сияқты информация түрінде аналарға видеоролик жолданатын болады YouTube канал арқылы. Ал енді неге YouTube'ты таңдап отырмыз деген нәрсе, Instagram'да да, TikTok'та да бізде жалпы видеолардың ұзақтығы 3 минуттан аспайды. Ол 3 минуттың ішінде сен толық ойыңды ашып, тақырыпты ашып, кейде жеткізе алмай жатасың. Сол минутқа лайықтап ойыңды қысқартуға тура келеді, жалпы айтатын сөзіңді қысқартуға тура келеді. Сол себептен YouTube'ты ашып, алдағы уақытта дамытамыз деген ойдамын. Өйткені TikTok'та да, Instagram'да да әттең-ай осы тұсын айта алмай қалдым, немесе аналардың, жалпы менің көрермендерімнің, пациенттерімнің ой елегінен өткізетіндей бір мардымды, салмақты информация болмады-ау, әттең-ай дейтін тұстар болады. Сол үшін алдағы уақытта YouTube'та кеңінен ауқымды видеороликтер болады. Алдағы уақытта YouTube арнаңыздың жақсылап дамып,
еліміздегі көптеген ата-аналарға, балаларға сол жердегі ақпараттар арқылы пайдамыз тиеді деген үміттеміз. Құрметті оқырмандар, Абылай мырзаның YouTube арнасына жазылып, ондағы жаңадан шыққан пайдалы ақпараттарға толы видеоларды көріп, лайк басып, пікір қалдырып, өзіңіздің мазалаған түйткілді мәселелеріңізді сонда жазсаңыздар болады. Әр тақырыпқа, әр сұраққа жеке-жеке Абылай мырза жеке-жеке видео түсірем деп уәде етіп отыр. Сіздің, менің білуімше, сіз бұл видеолардан бөлек, күнделікті жұмысыңыздан бөлек жеке қабылдауда жасайтыныңыз белгілі болып отыр. Осы орайда кішкене ақпарат айтып өтсеңіз. Иә, жеке қабылдау жалпы Инстаграм желісі, TikTok желісі, немесе өзімнің мына практикалық стационарда емдеген науқастарымның тарапынан кейде сұраныстар болып жатады. Күнделікті жұмыс уақытынан кейінгі уақытта мүмкіндігінше уақыт тауып, ол пациенттерге ақылы түрде консультация жүргізуге тырысамын. Және бұдан алдағы уақытта да негізі жоспар бар, ол ақылы консультацияны, жұмыс уақытынан тыс уақытта консультацияны ары қарай дамыту, мүмкіндігінше аналарға қолайлы, мүмкіндігінше қол жетімді медициналық көмекті көрсету. Әрі сапалы дейсіз. Әрі сапалы, иә. Абылай мырза, уақыт бөліп, бізге сұхбат беріп, өзіңіз туралы ақпарат бергеніңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, ақпаратымызбен танысқаныңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда сіздерді жақсы ақпараттармен, пайдалы ақпараттармен қуантатын боламыз.